Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздермен құймақ рецептісімен бөлісетін боламын. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Өте дәмді, жұмсақ болып шығатынына сенімдімін. Бізге керекті заттар: бөлме температурасындағы айран, ұн, сода, жұмыртқа, қант және тұз. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаны саламыз. Сосын үстінен қантымызды салып араластырамыз. Және тұзды салып араластырамыз. Сосын айранды құйып араластырамыз жақсылап. Енді ұнымыздың аз мөлшерін салып араластырып аламыз. Сосын қалған ұнымыздың барлығын салып жақсылап араластырамыз. Ең соңында соданы салып араластырамыз. Міне біздің тестамыз дайын болды. Осылай болып шығады. Енді майды табаға құйып, қызып тұрған табаға құймақты салып, баяу оттап пісіреміз. Осылай көтеріліп піскеннен кейін екінші жағын ауыстырамыз. Осылай қызарып піскен соң ала бастаймыз. Міне біздің құймағымыз дайын. Видеомды соңына дейін көрген болсаңыздар, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Мадина.